сәлеметсіңдер ме балалар? Мен Бақытжан Абылқайырдың әжесі боламын. Сендерге қонаққа келдім. Сендерге мынау алтын жұмыртқа деген ертегі оқып берейін. Тыңдайсыңдар ма? Иә. Онда келіңдер, барлықтан жақсылап отырып тыңдаңдар. Баяғы өткен заманда бір шал мен кемпір өмір сүріпті. Олардың бір жалғыз тауығы болыпты. Күндердің күнінде тауық жұмыртқа туады екен. Ол жай жұмыртқа емес, алтын жұмыртқа болады. Алтын жұмыртқаны шал әр ұрады, бер ұрады, бірақ жұмыртқа жарылмайды. Жаңағы апасы да оны әр ұрады, бер ұрады, бірақ жұмыртқа жарылмайды екен. Жаңағы мұңайған шал мен кемпір оларды көрген тауық, жыламаңдаршы, мен сендерге тағы да жұмыртқа туып беремін. Бірақ алтын емес, жай жұмыртқа тауып беремін деп кемпір мен шалды жұбатады екен. Сонымен алтын жұмыртқа туралы ертегіміз бітті. Ұнады ма сендерге ертегіміз? Ал онда балалар жақсы, сау болыңдар.